Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 168-ші сабағымызды бастаймыз. Қорытындылау. Алған біліміңді қорытындылайсың. Бірінші есеп. Суреттерді қара. Қандай графиктер туралы айтылып тұр? А нұсқасы. Температура 0 градустан бастап бір қалыпты көтерілді. Қараңыздар, ол бізде бірінші сурет. 0-ден бастап жайлап көтеріледі. Келесі. Температура 20 градустан 0 градусқа дейін төмендеді. 20-дан бастап, одан 0-ге қарай түседі екен. Ол бізде үшіншісі. А нұсқасында үшінші сурет, үшінші график. Және Б нұсқасын қарайық. Температура 0 градусты ұстап тұрып, кенет көтерілді. Мінекей, 0 градусты барынша ұстауға тырысады да, бірақ кенеттен көтеріп кетеді. Сондықтан ол бізде Б нұсқасы екінші графикке сәйкес келеді. Ауа райын бақылау қазіргі кездегі және болашақтағы ғалымдар үшін маңызды. Екінші есеп. Өрнектер құр және олардың мәндерін тап. А нұсқасы 168.794 пен 37 сандарының бөлінісін 3 есе арттыр. Біздер осы 168.794-ті 37-ге бөлеміз. Ол бізде 4562 болады. Оны 3-ке көбейткенде 13686 шығады. Келесі, 277.159 пен 47 сандарының бөлінісін 17115 пен 815 сандарының бөлінісіне кеміт дейді. Біздер мінекей мына екі санды бөлуіміз керек. 277.159-ды 47-ге бөлеміз. Одан кейін 17115-ті 815-ге бөлеміз. Ол бізде 21 болады. Енді олар азайтқан кезде 5876 шығады. Келесі, 258 мыңнан 21 мың 25 пен 65 сандарының бөлінісін кеміт. Біздер 21 мың 25-ті 65-ке бөлеміз. Ол бізде 325 болады. 258 мыңнан 325 азайтамыз. Ол бізде 257 мың 675 шығады. Үшінші есеп. Сызба бойынша есептер құрастыр және шығар. А нұсқасы. Мысалы бізде қараңыздар, біріншісінің жылдамдығы 90 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 70 км/сағат. Олардың арасы 220 км. Енді олар қай уақытта кездеседі, яғни бір-бірін қашан қуып жетеді екен. Олай болса, осылай берілгендердің бәрін жазып қоямыз. Одан шешуі қашан кездесетін уақытын табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлуіміз керек. Олардың бір-бірін жылдамдығын азайтамыз. 90 км/сағаттан 70 км/сағат азайтамыз. Ол бізде 20 км/сағат шығады. Одан кейін 220 км-ді 20-ға бөлген кезде 11 сағат болады. Жауабы олар 11 сағаттан кейін кездеседі. А нұсқасы. Мысалы қараңыздар, бізде біріншісінің жылдамдығы 70 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 90 км/сағат. Бізде алда кетіп бара жатқаны ол жылдамдығы үлкен, ол озып бара жатыр. Екеуінің ара қашықтығы 220 км. Енді сұрақ мынандай, 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Мысалы қазіргі уақытта олардың ара қашықтығы 220 км, бірақ енді ол одан сайын бір-біріне алыстай береді, одан сайын алыстайды. Сол кезде қанша километр болады, соны табуымыз керек. Енді біздер қанша жүрген табайық. Тек қана жүрген табайық. Ол үшін жылдамдықтан азайтамыз. Жылдамдықтан азайтқан кезде 20 км/сағат шығады. Оны 3 сағатқа көбейткенде 60 км болады. Олардың арасы негізі 220 км. Бірақ ол одан сайын алыстап, тағы да 60 км-ге бір-біріне ұзап кетеді. Сонда жалпы айтқанда 280 км-ге ұзап кетеді екен. Жауабы олардың ара қашықтығы 280 км кетеді. Төртінші есеп. Қос теңсіздіктерді шеш. Сан сәулесінде шешімдер жиынын көрсет. Мысалы бізде x саны 7 мен 12-ның арасында орналасқан. Бізде x 7-ден артық немесе x 12-ден кем. Біздер енді осы сан сәулесінде көрсетеміз. Бізде сан сәулесінде 7-ден 12-ге дейінгі сандарды жазып қоямыз. Келесі 5-тен 9-ға дейін дейді. Бұл жерде біздер x-іміз 5-тен артық болады, немесе x-іміз 9-дан кем болады. Бізде сан сәулесінде біздің аралығымыз 5-тен 9-ға дейін екені көрсетілді. Бесінші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Дәмханада бірдей мөлшерде тәтті нан мен кофе сатылды. Тәтті нан 40 теңге, кофе 50 теңге тұрады. Барлық сатылған кофе мен тәтті наннан 1800 теңге түсті. Тәтті нан мен кофенің әрқайсысынан қанша ақша түсті? Тәтті нан 40 теңгеден белгісіз. Қанша екені? Кофе 50 теңгеден барлық қанша ақша жұмсалғаны белгісіз, бірақ барлығы 1800 теңге жұмсалған екен. Енді айтқан болатын, бізде оларды бірдей мөлшерде деп айтты. Біздер олардың қанша дана екенін білуіміз керек. Сондықтан да тәтті нан 40 теңге тұрады, кофе 50 теңге, 2-ін қосқан кезде 90 теңге болады. 1880 90-ға бөлген кезде 20 шығады. Яғни 20 данадан болған екен. Бізде қараңыздар, тәтті нан 40 теңге тұрады. Олардың әрқайсысын оларды 20-ға көткен кезде бізде 800 теңге шығады. Бізде кофе 50 теңге тұрады. Олар 20-ға көткенде 1000 теңге шығады. Жауабы тәтті наннан 800 теңге, кофеден 1000 теңге ақша түсті. А нұсқасы. Дүкенде 75 кітап пен 542 дәптер сатылды. Дүкенге 51.724 теңге түсті. Егер бір дәптер 47 теңге тұратын болса, кітаптың бағасы қанша? Сатылды 75 кітап, 542 дәптер түсті. 51.724 теңге, бір дәптер 47 теңге, бір кітап қанша теңге болады?
Біздер 542-ні 47-ге көбейтеміз. Себебі деген бізде 542 дәптер бар, әрқайсысы 47 теңгеден. Сонда көбейткен кезде бізде 25474 болады. Енді біздер барлығын азайтамыз. 51724-тен 25474 азайтамыз. Ол бізде 26250 болады. Бізде 26250 теңге қалды. Енді біздер оны 75 кітапқа бөлген кезде, сонда бір кітабымыз 350 теңге тұрады екен. Кітаптың бағасы 350 теңге. Алтыншы есеп. Суреттегі бейне айнадан қалай көрінетін дәптеріне сызып көрсет. Ортадағы сызықты айна деп ойла. Бізде мысалы, мінекей бір сурет көрсетілген, ол симметриялы түрде екінші жағына осылай көшіріледі. Мінекей, соны біз есеп түрінде көрсеттік. Жетінші есеп. Өрнектердің мәнін тап. Мысалы бізде бірінші амал 300-ді 3-ке бөлеміз 100 болады. 8900-ге 100-ді қосқанда 9000 болады. 9000-нан 500 айтқан кезде 8500 болады. Келесі 400-ді 5-ке бөлеміз 80 болады. 1280 алғанда 1120 болады. 1120-ға 6200 қосқанда 7320 шығады. Келесі 23957-ні 2-ге көбейтеміз, 47914 болады. Одан кейін 47914-ке 70020-ны қосамыз, 117934 болады. 117934-тен 4679 айтамыз, ол бізде 113255 шығады. Келесі 8500-ге 1500 қосамыз, 10.000 болады. 10.000-ды 5-ке бөлгенде 2000 шығады. 10.000-нан 2000-ды азайтамыз, 8000 шығады. Келесі 8360-қа 360-ты қосамыз, ол бізде 8720 болады. 8720-ны 4-ке бөлгенде 2180 болады. 8000-ға 2180-ді қосамыз, ол бізде 10180 шығады. Келесі 15228-ді 27-ге бөлеміз, 564 болады. 564-ті 40-ға көбейткенде 22560 болады. Одан кейін үшінші амал 8480-ді 265-ке бөлеміз, 32 болады. Енді азайтамыз. 22560-дан 32-ні азайтамыз, ол бізде 22528 шығады. 8-ші есеп. А нұсқасы. 2 велосаяхатшы бір уақытта туристік базадан бірінен бірі қарама-қарсы 2 бағытқа шықты. Біреуінің жылдамдығы 24 км/сағат, екіншісі 26 км/сағат. 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-бірінен қандай арақашықтықта болады? Олар бірінен бірі қарама-қарсы 2 бағытқа шыққан, екеуі екі жаққа кетіп жатыр. Бұндай жағдайда біздер жылдамдықтарын қосамыз. 24-ке 26 қосқанда 50 болады. 50-ді 3-ке көбейтеміз, 150 км шығады. Жауабы 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-бірінен 150 км арақашықтықта болады. Ә нұсқасы. Арақашықтығы 840 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта тауар таситын және жолаушылар пойызы шықты. Тауар таситын пойыздың жылдамдығы 48 км/сағат. Жолаушылар пойызынікі 92 км/сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Біздер енді уақытын тауымыз керек, ол үшін жылдамдықтарын қосамыз. Бізде себебі деген екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта дейді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы, мұндай жағдайда біздер жылдамдықтарын қосамыз. 48-ге 92 қосқанда 140 км/сағат шығады. 740-ты 140-қа бөлгенде 6 сағат шығады. Жауабы пойыздар 6 сағаттан кейін кездеседі. 9-ші есеп. Тапсырманы орында. Екі санның қосындысы 385-ке тең. Олардың біреуі 0-мен аяқталады. Егер 0-ді сызсаң, онда екінші сан шығады. Осы санды жаз. Мысалы бізде 2 таңбалы сан деген кезде, мысалы x, y саны деп алайық, мысалы да, немесе 0 саны бар екен, соңғы жағында, мысалы x, y 0. Мысалы деген ол 36 және 360 деген болуы мүмкін, 47 және 470 деген сияқты сандар болуы мүмкін. Соны қосқан кезде 385 шығады. Енді біздер мына неге оның төбесін сызып қойдық? Себебі деген, егер төбесін сызбайтын болсақ, ол кәдімгі екі әріптің көбейтіндісі сияқты болуы мүмкін. Сондықтан біздер төбесін сызып қоямыз, себебі деген ол 2 таңбалы сан дегенді білдіреді. Мысалы, мынау деген төбесін сызып қойдық, ол бізде 2 таңбалы сан, бізде мына жерде 3 таңбалы сан екені көрсетіліп тұр. Яғни оның сан екені көрсетіледі. Енді біздер мысалы деген оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. Мысалы деген 37 деген санды қалай жазуға болады? 37 деген санды 3 көбейтілген 10 қосылған 7 деп жазуға болады. Мысалы 59 деген санды 5 көбейтілген 10 қосылған 9 деп жазуға болады. Сол сияқты мына жерде x, y деген санды біздер 10 көбейтілген x қосылған x деп жазамыз. Ал енді 3 таңбалы сан болса, онда 100x қосылған 10y және ана жерде 0 болып кетті, ол енді ешқандай ешнәрсе жасай алмайды. Сондықтан да барлығын қосқан кезде 385 шығады дейді. 10x-қа 100x қосқанда 110x шығады. Y-ға 10y қосқанда 11y шығады. Барлығын қосқан кезде 385. Енді біздер 11-ді жақшаның сыртына шығарамыз. 11-ді сыртқа шығарған кезде бізде жақшаның ішіне 10x қосылған y болады. 11-ді келесі жаққа шығарып бөлеміз. 385-ті 11-ге бөлгенде 35 болады. Бізде қараңыздар, 10x қосылған y, ол бізде xy.
2 тамасынан екені белгілі, ол бізде 35-ке тең. Олай болса, бізде x, y ол бізде 35-ке тең болса, ал x, y 0 ол бізде 350. 0 жағаймыз тек қана. Сонда 35-ке 350 қосқанда 385 шығып тұр. Дұрыс екен. Олай болса, бірінші сан 350-ге, екінші сан 35-ке тең. 10-шы есеп. Симметриялы фигураларды толықтырып сал. Мысалы бізде симметрия өсі көрсетілген, мына жағында бір фигура көрсетілген, біз енді оны дәл сондай қайталап екінші жағына салып қойдық. Келесі бізде мысалы шырша берілген. Шыршаның бір жағы көрсетілген, ортасында симметрия өсі бар, оны қайталап екінші жағына сызамыз. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.